интернеттің жаңағы пайдасы мен де зияны да көп болып тұр ғой қазіргі уақытта. Себебі интернетте ата-аналары балаларын бақыламайды. Интернет арқылы жаңағы терроризм, экстремизм идеологиясы, сосын радикалдық идеология. Бала сондай ойларға беріліп кетсе, оның мінез құлқында әрине өзгеріс болады. Қандай да бір шетелдік сайттарға кіріп, діни материалдарды іздеп керегі жоқ. Жігіттер болсын, қыздар болсын, көбінесе білмей жатады. Өзі парақшаларында жаңағы рұқсат етілмеген болсын, немесе тыйым салынған болсын, немесе тыйым салынбаса да, бірақ жаңағы деструктивтік, радикалдық бағыттағы материалдарды орналастыру фактілері болады. Біз ондайды мониторинг жүргізіп анықтаймыз. Алғашында біз әрине профилактикалық жұмыс жүргіземіз. Бұндайды болмайды, алып тастау керек, бұны таратуға болмайды. Әкімшілік кодекстің 453 бабы бар. Ол жерде жаңағы радикалдық бағыттағы экстремизм насихаттайтын тыйым салынған материалдарды кіргізу, орналастыру, шығару деген фактілер бойынша, олар қылмыстық істің белгілері болмаса, әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Айыппұлдардың көлемі өте үлкен, сондықтан адамдарға да қандай да бір материал өзінің парақшасына қандай да бір діни материалдарды жүктеудің алдында оның бәрін біліп отыру керек. Әкімшілік жауапкершілікке тартылғанына қарамастан жалғастыра беретін болса, ашық түрде экстремистік немесе ашық түрде жаңағы террористік пропаганданы жүргізсе, насихаттар жүргізсе, терроризм актісін жасауға шақырса, әрине ол кезде қылмыстық іс қозғалады. Менің діни сенімім, ол ата заңда жазылған, баяғы адам дінге сенуге құқылы деп солай ойлайды да, бірақ заңға қайшы келген әрекеттер ол заң түрінде қолданылады деген нәрсені кейбір адамдар соны түсіну керек. Дін істері басқармасының ресми тіркелген сайттары бар. Дін істер комитетінің өзінің жасаған сайттары бар. Ол жерде діни материалдарды оқуға болады деп рұқсат етілген материалдар, жаңағы сілтемелер, басқа сайттарға сілтемелер, оның бәрі сол жерде көрсетілген. Мен айтарым, ата-аналарға айтарым, балаларыңыз болсын, жасөспірім болсын, студент болсын, олардың қандай интернет сайттарды қолданып жүр, қандай интернет сайттарға кіріп жүр, соның бәрін бақылауға, тырысуға шақырамын.